Сұлтан Заурбек назарларыңызда. Өзінің стилі де, шаш үлгісі де, жалпы шаршалаңдағы бокс мәнері де мүлдем өзгеше. Сұлтан Заурбек 28 жасар боксшы, кәсіпқой бокста 19 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Жастар арасындағы әлем чемпионы күміс жүлдегері, лақабаты Қазақ Кинг. Міне, нағыз мінезді Сұлтан Заурбек көрсетеді. Және де өз жерлестерінің алдында кезекті белдікті де еншілейтіні кәміл сенеміз. Қанат Орақбаев оның жеке жаттықтырушысы. Сұлтан ертеңгі жекпе-жегіне дайын. Ендеше Сұлтанның ертеңгі қарсыласы біздің Оңтүстік Африка Республикасынан келген боксшы, ортаға Азинга Фузиле шақырылады. Оның қарсыласы Азинга Фузиле күні кеше баспасөз мәслихатында жауап берді. Осы рейтингте жоғары орында тұрған тегеурінді қарсылас. 28 жасар боксшы, Оңтүстік Африка Республикасының азаматы. 2021 жылы IBF тұжырымы бойынша бірінші орта салмақта әлем чемпиондығын таласқан. Кәсіпқой бокста 19 жекпе-жек өткізіп, оның 17-сінде жеңіске жеткен. Азинга Фузиле. Азинга Фузиле назарларыңызда. Ринг анонсер жалпы бұл спортшының атақ дәрежесін атап өтті. Енді көпшіліктің сұрағы бұл Азинга Фузиледен айласын асырса, Сұлтан Заурбектің деңгейі көтеріледі, жоғарылайды, және алдағы уақытта тағы да осы чемпиондық белдікке таласу мүмкіндігі бар. Ал міне, екі боксшы да бір-біріне жақсы дайындалды. Ал оның көзқарастары міне көріп отырсыздар. Достар, ертеңгі жекпе-жекте тек қана жеңісті байқап тұр. Қошемет. Кеше бұқаралық ақпарат құралдарының сауалына жауап берді. Неліктен Шымкент деген